Сәлеметсіздер ме? Еңбекті қорғау пәнінен өрттің алдын алу шаралары тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақтың жоспары ол өрт және оның түрлері, өрттің алдын алу шаралары, өрт сөндіру тәсілдері, өрт сөндіру құралдары. Бірінші сұрақ бойынша өрт және оның түрлері. Өрт дегеніміз бұл адамның өмірі мен денсаулығына, қоғам мен мемлекетке зиянын тигізетін, қоршаған ортаға үлкен материалдық зақым келтіретін, қоршаған ортадағы заттардың бақылаусыз жануын айтамыз. Ең күрделі зиян тигізетін өрттер өртке қауіпті объектілерде және басқа да зақымдау факторлары, мысалға жарылыс, улы заттардың жиналуы, тағы да басқа объектілерде болады. Сонымен бірге адамдар көп шоғырланған жерлерде де өрт шығу қаупі бар. Өрттің түрлері ол баспанадағы өрт, орман өрттері, өндіріс орындарындағы өрт. Баспанадағы өрт ол үйлерде өрт өндіріс орындарында қарағанда жиі болады. Өрттің себебі барлық уақытта бірдей-ақ. Отты, оның барлық түрлерінде дұрыс пайдаланбау, тұрмыста қолданылатын қыздыру приборларының бұзылуы, электр сымдарын және электр жүйесін пайдаланудағы өрт қауіпсіздігінің ережесін бұзу, теледидарлардың, радиоаппаратуралардың жануы, пештің, оның құбырының дұрыс салынбауы және бұзылғандығы, балалардың отпен ойнауы болып табылады. Орман өрттеріне тоқталатын болсақ, орман өрттері құрғақ ауа райы мен жел кездерінде айтарлықтай үлкен территорияға таралып кетеді. Ыстық ауа райы кездерінде егер жауын-шашын болмаса, ормандар құрғап, кез келген абайсыз жанған оттың әсерінен өрт тез таралып кетуі мүмкін. Ең өртке қауіпті орман өсімдіктеріне қарағайлы, жапырақты ағаштар, қыналар, ит бүлдіргіндер, аршалар, тағы да басқалары жатады. Құрғақ құмды топырақты жерлердегі ағаштарға өрт ең жиі әрі тез таралады, бірақ оларды өшіру оңайырақ келеді. Қылқан жапырақты ормандардағы түскен жапырақтар, бұталар және құрғақ шөптер қауіпті өрт тудырады. Олар үлкен зардап шектіреді. Өндіріс орындарындағы өрт, ол өндірістегі өрттердің негізгі себептеріне құрал жабдықтардың технологиялық жұмыс тәртібінің бұзылуы, электр жабдықтарының ақаулылығы, жабдықтардың жөндеу жұмыстарының нашар дайындылығы, әртүрлі материалдардың өздігінен жануы және тағы да басқалары жатады. Жарылыс кезінде өртті болдырмау үшін ыстық жанғыш, жарылысқа қауіпті ортаның пайда болуына мүмкіндік бермей, оталдыру көзінің пайда болуына кедергі жасау керек. Өрт қауіпсіздігі дегеніміз бұл өрт болу мүмкіндігін болдырмау және оның пайда болған кезінде адамдарға, құрылыс және материалдық құндылықтарға өрттің қауіпті факторларын, жағымсыз әсерлерін жою үшін қажетті шараларды қолдану болып саналады. Өрттің алдын алу шараларының үш түрі бар, яғни ол құрылыстық жобалау, ұйымдастырушылық және техникалық. Құрылыстық жобалау шаралары дегеніміз ол ғимараттар мен құрылыстардың отқа төзімділігімен анықталады. Конструкция материалдары жанғыш, қиын жанатын, жанбайтын болып бөлінеді. Отқа төзімділік шегі дегеніміз бұл оттың әсерінен құрылыс конструкцияларының бірінші сызат пайда болғанға дейін шыдайтын уақыт интервалы. Барлық құрылыс конструкциялары отқа төзімділік шегі бойынша 8 деңгейге бөлінеді. Ғимараттардың отқа төзімділік деңгейіне байланысты өрт кезінде эвакуациялау үшін шығатын жерлерге дейінгі қашықтықтар белгіленеді. Екінші шарасы ол техникалық шаралары. Өмірге қажетті жүйелерді жылу, жарықтандыру, вентиляция, тағы да басқа орнатқан кездерде өрт қауіпсіздігінің нормаларын сақтау. Құрал жабдықтар жұмысының тәртібі мен технологиялық процестер параметрлерін сақтау, әртүрлі қорғану жүйелерін пайдалану. Соңғы үшінші шарасы ол ұйымдастырушылық шарасы. Ұйымдастырушылық шаралар құрамына өрт қауіпсіздігі бойынша оқу өткізу, өрт қауіпсіздігінің шараларын сақталуын тексеру кіреді. Өрт сөндіру тәсілдері мен құралдары. Өрт сөндірудің келесі тәсілдері қарастырылады. Ол біріншісі ыстық жанғыш затты тотықтырғыштан бөлектеу. Екінші, ауадағы оттегі концентрациясын азайту. Үшінші, ыстық жарғыш заттың температурасын оталдыру температурасынан төмендету. Өрт сөндіру заттары, құралдары ретінде ол су, құм, көпіршіктер, ұнтақтар, өрт тудырмайтын газ тәрізді заттар, инертті газдар, булар қолданылады. Өрт сөндіру құралдары өзі екіге бөлінеді. Ол қол көмегімен жұмыс істейтін құралдар. Оған мысалға құм салынған жәшіктер, асбест жабындары, өртке қарсы құрал саймандар бар тақталар, химиялық көпіршікті, ұнтақты, көмір оттекті, хладонды құрама от сөндіргіштер.
Ал екінші түрі ол өртке қарсы жүйелер, сумен жабдықтау жүйелері, көпіршікті генераторлар, автоматты сигнал беру құралдарын қолдану арқылы автоматты өрт сөндіру жүйелері болып табылады. Келесі осындай бейнероликті көрейік. Кеген ауданының төтенше жағдайлар бөлімі ұсынады. Өрттің алдын алу шарттары. Электрлі жылыту құрылғыларын қосылған күйде қалдырмаңыз. Зақымдалған электр желілерін қолданбағаныңыз жөн. Жоғары қуатты бірнеше құрылғыны бір мезетте қоспаңыз. Химиялық заттарды оттан аулақ ұстаңыз. Төсекте темекі тартпаңыз. Есіңде сақта, 101 өрт сөндіру қызметі. Өрт шыққанда 101 немесе 112-ге хабарласыңыз. Сіздерге, студенттер, осындай тапсырма. Өрт сөндірудің химиялық құралдарын жазып келіңіздер. Осы сабағымызды қорытындылай келе, еліміздегі халық шаруашылығының белсенді дамуы, өнеркәсіптің жаңа салаларының және материалдардың пайда болуы, өрт қауіпсіздігін алдына көптеген жаңа талаптарды қойды. Сонымен қатар, жаңа өртке қарсы техникалардың пайда болуына үлес қосты. Соңғы жылдары өрт қауіпсіздігі саласы жаңа, осы заманға сай жабдықтармен автоцистерналар, автосорғыштар, көпіршік генераторлар, мотопомпалар, өрт сөндіру құралдары және тағы да басқалармен қамтамасыз етілді. Автоматтық өрт сөндіру құралдары мен дабылдарды қолданылып жүр. Қазіргі заманға құрылысты көптеп салу жүйесі баспананың сапасын ылғи да қамтамасыз ете бермейді. Панельдердің, есіктер мен терезелердің қиылысында жылу кететін кеміргіштер кіретін саңылаулар болуы мүмкін. Квартиралар бір-бірімен ұштасып жатқандықтан бір жерден шыққан өрт екінші жерге таралып кету қаупі әр уақытта да бар.